Саламатсыздар ма, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі тағы біздің өтетін тақырыбымыз этюдный вариант дейді. Мына розетка, гипсовый розетка, оның қасына бір предмет груша қойып, бүгін тапсырма солай болады. Бұл жерде түстерді, енді біз бұны гуашпен өткен сабақтарда біз жаңағы гризайл болып өтсек, енді бұнда біз түспен табуға тырысамыз. Гуашпен салып, сол әр заттың жарық көлеңкесін ажыратуға тырысамыз түсіндіруге. Содан бұл жерде енді бізде ең жарық предмет розетка. Одан кейінгі жарық груша. Ең түс жағына қоюлау дейді, потемнение, артындағы драпировка. Қазір мен соны қалай салу керек екенін сіздерге түсіндірейін. Мінекей енді біз, как всегда, построениесімен айналысамыз ғой да. Мына жерде розеткамыз гипсовый. Төмен түсірсек те плоскості осы жерден бітіре салсақ болады. Мына жерде груша. Мен шамалы былай бергі жақ қырынан отырмын. Сондықтан менің гипсовый розетка сәл уклон назад. Бұл жерде өлшеп емес, көз мөлшермен салуға болады. Дәл ортасын табамыз. Дәл ортасы. Мына жағы үлкенді, мына жағы кішірек болады. Не себеп? Өйткені перспектива. Енді гүлдердің орналасуын табамыз. Гүлдердің орналасуын тауып шығамыз. Жалпы формасын іздестіреміз. Келіп қалып, сәл төмен түсіреміз. Өшірін түнені сәл. Біз бұның компоновкасын арасында построениесін бәрін іздестіріп отырамыз. Бұл жерде гүлдің аяқ жағы бітеді. Енді гүлдердің жалпы формасын іздестіреміз. Екеуін параллельно жұмыс істеп отырған дұрыс. Симметричный жұмыс істеп. Жалпақтығы. Екеуін салыстырмалы түрде салып отырмын, чтобы бірдей болып шығу үшін. Енді орындарын белгілеп қойдым. Сондықтан енді қателесек деп ойламаймын. Осы жақ маңайға келетін карандашпен былай көзмөлшермен де карандашпен де өлшеген жағдайда. Başka жерін қоса қараймыз. Теперь гүл.
екеуін салыстырмалы түрде. Міндетті түрде салыстырып, екі жақты да бірдей ұстап отыру керек. Енді тағы да тексеріп өтеміз. Қалай болып жатқанын, қалай. Мінекей. Енді мына бір сынып қалған болды енді. Надеюсь, келер жылы бүтін алатын шығармыз деп. Бірақ бұның өзі осынысымен қызық. Көрдіңіздер, миллион сызып, сыза беріңдер. Сосын керегін алып қаласын, керемесін алып тастаймыз. Мына жалпақтығын міндетті түрде көрсетіп отырып жатырмын. Бұл плоский зат емес. Так, не жерге енді грушамыз тағы. Бұның алдына сондай бір зат қойғым келді. Енді бір кішкентай кішігірім восточный стильде болсын, басқа да бір отыз қойса болар еді, бірақ соншалықты бәрін ауырлатқым келмеді. Енді керек емес сызықтарды тағы да алып тастап отырамыз. Енді қай жерде объем, мына жерден выпуклый, да, объем. Мына жерде выпуклый объем. Сондықтан солардың бәрін сызып мына жерде келтіріп қойғанымыз дұрыс болады. Қазір мынаны жазған жағдайда қиналып қалмас үшін. Так, мына жерде толщинасы бар. Мына жерде толщинасы бар. Енді бұл жаңа айттық қой, біз карандашпен сызып, пастельмен, мен гуашьпен салуға тура келді. Солай шештім. Мынадай охристый цвет қоссаңыздар да болады. Аздап өткен освещение бізде сары ғой. Кішкентай қара араластырса да болады. Енді мен сәл де болса осы охра, қара, серый үш түсті қойып, тоже подмалевкадан бастаймыз. Енді қанша ақ болғанымен, бұл жоғарыда освещение түсіп тұрғаннан кейін, бұл міндетті түрде ол жылы түстер болады. Бұл жерде сәл осветлее. Түстерін бәрі байқап отыру керек. Қарап алуға
тең көлеңке. Бұл жерде біз түсті көре білуіміз керек, ойламаңдар, чтобы ақ неге аппақ қылмады деп. Бұл жерде теңдерім сразу. Тағы да қайталайын. Рисункты жоғалтып алмас үшін жарық көлеңкесін сразу беріп өту керек. Мынаның үстін қалай болса солай ойланбай жаза салсақ, онда біздің бағанадан бері істеп отқан еңбегіміздің бәрі талаға кетеді десе де болады. Тоже как подмалевка беріп шықтым. Жалпылама, аздап-аздап переход, подмалевка. Содан кейінгі груша да менде. Груша. Так. Грушаны берем. Ақтан кейінгі. Біздегі соусыз ашық сары, лимонный сарыны аламын да. Сосын оранжевый сарыны қостым. Енді кішкентай ғана кешкі алып, бұл жерлердің көк қара қызыл, көк қара қосып, бұл жерлерге былай теңдерді беріп өтсем болады. Сарқыштауды қосылатын. Тағы да қайталайын, жоғарда жанып тұрған лампылар, бұнда отражение түседі. Так, енді артқы фон. Артқы фоны бізде көк түс.
жерлерге сол теңдерін кіреді. Мына жерге ашық қылып ойлауға, өйткені бізде отражение үстінен түсіп тұр. Так, бұл одаренный группаға суббота күнге арналған сабақтың. Бұл арнайы өзімнің одаренный группаларым үшін демалыс күнге берілетін тапсырма. Өйткені бұл қанша дегенмен бұл жерде енді гипс, розетка, сондықтан бұл гипсті негізі өзі гуашьпен немен салып шығу ол әрине өте қиындау. Сондықтан бұл бірінші сабақта мінекей построениесінің компоновкасын қалай салу керектігін, содан кейін барып жалпы мынадай жарық көлеңкесімен подмалевканы беріп өттім. Енді осыдан кейінгі келер сабақтың міндетті түрде жалғасы болады. Өйткені біз ояқта уже жалғастырамыз. Жарық көлеңкесі, сосын объем, детальный дейді ғой, майда детальдарын, бұл жердегі жарық көлеңкелерін бәрін беріп көрсетуге тырысып бағамын. Келесі сабаққа дейін көрсетемін.